Так, ассалаумалейкум желі қолданушылары. Осындай және ұқсас жағдайлар бәрінде кездескен болар. Соның бір шығатын жолы деп есептеп отырмыз. Мынау обманкасы ғой. Дөңгелектен соң кілтін жоғалтып алғандағы тема ғой. Так, гайкасы бар білеміз. Гайкасы бар білеп ашуға әрекет етіп көреміз. Бисмилла деп. Қайда алғанын бір-біріне де келмейді екен. Жұрттықына келмейді, әрқайсысы әртүрлі. Өз орнынан шығарылады ау дейміз. Аллах береке берсін. Кетті, машалла. Алхамдулилля. Кетті Аллахтың мейірімімен. Осындай екінші вариант деген сияқты. Гайкасы бар клип. Обманка деп ташып отыр, керек емес. Алхамдулилля, 20 ғасыр. Ондай зұлымдықтар орын алмайтын шығар деп ойлаймыз енді. Мынандай кәдімгі қарапайым гайка сапырса керек. Болды, ешқандай зиян тиген жоқ сияқты. Так, біреуін екіншісін ашып алдық. Алхамдулилля. Гайканы бетіне қоясыз, ішіне сәуәтлеп түсу керек. Негізі мана аржағында біреуін бұлайда шештік, сваркасыз. Ол да енді дымы табылмай жатса әрі. Бір гайка болатын болса, оны шешіп аламыз десеңізден, маған сваркасыз шешіп алып едім мана. Головка ғой. Жалпай отырып байқаусыздар ма? Обманкаға тығып балғамен ұрып кішкене кіргізіп гран шығарып та біздің. Шешіп алдым ептеп. Басқаларын істеп көрейін ондай. Шанс берген пайдалану керек. Осындай ешқандай тәсіл көрмейін деп жатыр. Тәсіл көрмей жатсаңыздар алып тастауға болады гайкасы бар клеп. Алхамдулилля, оңай кетті. Негізі бұндай заттар бір гайкамен мәселе шешілмейтін еді, баяғыдан ашып жүрген ғой. Ой, гайка іздеп жіберетін едік шопырларды. Алхамдулилля, машалла. Енді кәдімгі қарапайым гайка салып тастаймын, алхамдулилля. Бірақ масса беруді ұмытпаңыздар. Сварка жасағанда көліктің массасы міндетті түрде айырылып тұру керек. Немесе қыздырып қою керек.